12 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар, қадірлі қазақ елі, эфирде жанға дару жан сусар хабары. Және мен Жұлдыз Бейсек. Бүгін біз телекөпір арқылы Қарағанды қаласында тұратын ақын Салтанат Қайырбекпен байланысқа түспекпіз. Салтанат ханым, бізді естіп тұрсыз ба? Сәлеметсіз бе? Сегізінші жаңалық барокко болмыс деп аталатын кітабыңыз жарық көрген екен. Құттықтаймыз. Тағдырау сол сыйың шақ қана, өлең мен төледім еселеп. Сыйлама сатпасаң сатпа да, жырыма тоймайсың не себеп. Еселеп төлеймін еселеп. Сыздардан өтемін арланбай, құздардан өтемін сескенбей. Жүйріктің соңына жалғанбай, заңдылықтарды ескерме деп өзгеше жырлап жүрген ақынсыз. Кітабыңыздың атауына тоқталып өтсеңіз. Кітабымның аты «Барокко болмыс». Бұл кітапты кім қаржыландырды, кімнен қолдау болды, қанша данамен шықты? Өзімнің тұңғыш жинағымды ерекше қылып шығарғым келгендіктен, дизайнынан бастап, ішкі суреттеріне дейін өзім атсалысқым келгендіктен, бұл кітапты өзім шығардым. Өзім шығардым дегенде, кітаптың буктрейлері бар, көрген боларсыздар. Буктрейлерін мен әкем қаржыландырды, ал кітаптың шығуын тұтастай жолдасым өзім ойналды шығындарын. Кітаптың тұсаукесер рәсімі өтті ме? Кітаптың тұсаукесері дегенде біз кітаптың тұсауын ырымын жасап, ақын Мақпал Мұса кескен болатын. Ал қазіргі жағдайда біз осы барокко болмыстың негізі әні бар, сондай-ақ Ербол Нариманұлы деген композитор осы барокко болмыстың ішінде жазылған өлеңдерге ән жазып жатыр. Сол кісінің жұмыстары кішкене баяулатып жатқан себепті кітаптың ресми тұсаукесері шегеріліп жатқан жайы бар. Жаңа кітабыңыздың ішінен бізге шашу ретінде бір өлеңіңізді оқып берсеңіз. Расында қағазға түспеген не түрлі өлең бар менің бұл басымда. Еліктемедім мен Мұқағалиға, Қасымға, өзімнің хақымда, ұқсағым келмеуі қазан ошақтан аспайтын ақынға. Думанда, тойларда белемей, салмақты ойымды жеңілтек тірлікпен сүйремей, ойларда, қырларда бірталай, тәп-тәуір әнімді шырқамай, жүргенім. Менің бір білгенім, тән емес, ой билеп тұрғасын, қарайсың, қазақта бір абай, бір қасым, бір ұлы кәрілік бар шығар ағзамда, қартаймас күш бар ма, мұқаңда, мағжанда поэзия береді көңілдің сұлбасын. Жан іздеп ойлар ойына шақ келер, сөз болып жыр тастар, жақсылар бір-бірін ағалап әпкелер, жақсы ақындар, құрдастар. Кітабыңызды шығару барысында сізден өзгешелікті, жаңашылдықты байқадым. Видеода бетіңізге жарақат түсіп, суретші соны бояп жатады. Өмірде жүрекке жара көп түсті ме? Өлеңші көз жасын жеңімен сүртет, ақын алақанын тосат деген сөзім бар. Немесе сен менің ауқатты жүрегімнің шығынысың деген тіркес бар. Сосын жүрегімнің ресурстарын түгендеп деген тағы бір тіркес бар. Сонысына қарағанда жүрегіме салмақ түсетін шығар. Өзіңізді қазақтың жас ақын қыздарының ішіндегі ерекше жазатын ақын деп есептейсіз бе? Жас ақын қыздарының ішінде ерекше жазамын деп есептеймін. Олай болмаған жағдайда жалпы бір-біріне ұқсас дүниені жазып, өзімді әуре қылудың қаншалықты мәнісі бар. Ерекше жазуға әрбір адам тырысу керек. Ерекше деген сөз, ол мықты деген сөз емес, әркімнің өз ерекшелігі міндетті түрде болу керек деп ойлаймын. Өлең деген ойдың формасы. Сіздіңше өлең деген не? Өлең деген ойдың формасы. Мұқағали атамыз айтқандай, бүгінгі жастар шеңберден шығып жазып жүр ме? Қазіргі жастардың шығармашылығына үлкен ізденіс керек деп ойлаймын. Шеңберден шығу үшін үлкен мінез керек. Аға буынның басқа да кісілердің сынын көтере алатындай.
Асыңды көтере алмаған жағдайда шеңберден шығу оңай емес. Қоғам дерті қозғаусыз қалып қойған жоқ па бүгінгі күнде? Қоғам дерті қозғаусыз қалып жатыр. Оны жасыратын ештеңе жоқ. Себебі қазіргі бұқаралық ақпарат құралдарының сүзгісі меніңше қазір бір ұлттық идеологияға жасайтындай халде емес. Сондықтан меніңше қозғалмаған тақырып өте көп. Қандай тақырыптарға қалам тербейсіз? Кез келген тақырыпқа қалам тербеймін. Балалар әдебиетінен бастап поэмаларға дейін, сондай-ақ философиялық, лирикалық өлеңдер. Бүгінгі жастарға кітап оқымайды деп аға буын өкілдері көп кінәртады. Сіздің ойыңыз қандай? Меніңше бұл жауапкершіліктен қашатын адамдардың пікірі сияқты. Себебі аға буынның ешбірінің көбісінің кітабы мемлекеттік тапсырыспен шығады. Мемлекеттік тапсырыспен шыққаннан кейін де ол кісілердің мысалы өз қаражатына шығарып, осылай таза сатылымға қойса, бізде нарық статистика көрінер еді. Ол кісілер мемлекеттік тапсырыспен шығарып жатқаннан кейін әрине оқырманға ренжу оңай. Сіздің поэмаңызда бар шатаспасам, қанша поэма жаздыңыз? Мен опера елесі деген поэма жаздым. Сосын шығыс тәттілер бөлімі бар. Бас-аяғы 3 поэма. Ең бірінші сыншыңыз кім? Ең бірінші сыншым осы Қарағанды облысында, Қарағанды облыстық Жайық Бектұров атындағы кітапхана бар. Сол жерде Бота клубы жұмыс жасайды. Сосын Жаухар поэзия клубы бар, ол Гоголь атындағы кітапханада. Сол жерлерде осыдан 10 жыл бұрын үлкен бір қайнаған орта болды. Сол кезде белгілі журналистер, қазір журналистер және студенттер болған. Шығармашылығыңызға аға буын өкілдерінен сын айтылды ма? Сын айтылды. Осы барокко болмыс жарыққа шығар алдында ақын журналист Тақылас Ожайұлы өзінің пікірін білдірген болатын. Ол мәдениет порталында, әдебиет порталында жарияланған. Өлеңдеріңізге мін тағатындармен қалай күресесіз? Көзіме тік қарап мін таққан адам болған жоқ осы күнге дейін, бірақ шығармашылығымдағы ең үлкен сыншы өзім. Сіздің ән жазып, ән айтатыныңызды білеміз. Ендеше әніңізге кезек берейік. Өзімнен кеткендерден менің табиғатымды ұғуға ойлар жеткен жерден ұзамай алыстадым. Орынын сол жандардың толтыратын ешкіммен таныспадым. Сырымды сатқан менен, мұңайып таққан менен, мен жалпы адамдарға, бұралаң қадамдарға қарсылық білдірмедім. Жағалап жақсыларды, өмірді күлдірмедім. Мұныма мән береме? Өшім жоқ, күліп келем, ешкімді әлденеге емеспін үгіттеген. Сырымды ұғып келген, жан болса дұшпаныма жығып берген. Не дейін айналайын, түнерем, ал ішімнен өлеңмен жайқалайын. Жүрегім ауырса да, арзанмен емдемеуге, шақырып күйіп пісіп, мен жаққа кел демеуге, жетеді парасатым, өзіме жарасатын. Өкініп қалғандарға, қолымды сермемеуге, жұлқылап тергемеуге, жетеді күшім менің. Әзірге осы ғана ішімнен түсінгенім. Өлеңді жетектедім, жүрегімнің айтқанын екетпедім. Сезімді сәтсіз түскен сурет үшін арыланып келкетпедім. Бойыма жалғанады, болмысым талғағаны, көңілім жұрттан бұрын өзімнен қалмағаны. Сезім, сыр, діттегенмен, жабығып біткенеммен, көңілім қалмай жүрау, ештеңе күтпегеннен. Алайда, бірақ
неге екен сұрақ ақыры қуанар еді. Жүрегім жылап сен келші. Бәрекелді, тамаша. Ақындық орта туралы не айтасыз? Жас ақынның қалыптасуына ортасы әсер ете ала ма? Үздіксіз бір ортада жүре беру, меніңше өзін-өзі қайталауға келетін сияқты. Сондықтан әуелде орта керек шығар, бірақ біраз уақыт өткеннен кейін кішкене ортаны ауыстырып тұру керек. Ол мүлдем ол ортамен шығармашылық байланысты үзу емес, тек жаңағы климатын өзгертіп тұру керек. Ақынға қара сөзден өлең оңай деп, жырларыңызға кезек берейік. Ешкімнен ештеңе күтпе, пейіліңді қағазға жазда, бүкте, өзіңнің бала жүрегіңді уат, гүл көңіліңді түпте, сөзіңе қойдағы үтір, бір сәтке кідір. Ешкімге ештеңе деме, қарапайымдылығыңды қарт адамға теңе, аңғалдығыңның арқасынан қағып, қолтығынан деме. Ол кезде жасым төртте ме әлде үште ме, махаббат жайлы білуші едім кішкене. Үйге кіремін сусабын аңқып жүрсем деп, тамақ ішуге келмесем дағы түсте де. Даланың қызы, сыймайтын едім үйге шын, табиғатпенен жүрегім нағыз үйлесім. Окопта ойнап былғаған киім ауысып, ән салу үшін ақ көйлегімді кигесін. Алып теректер төбемнен төніп қараса, алма бағаула, көк шалғын көркі тамаша. Қара барқытқа алмаздар шашып алғандай, қою түндердің масалы болғанын қараша. Жақсы ғой жақсы, өмірді сүруді наман, жұлдызға қарап ұнады маған ұнаған, жұлдыздар сірә іңкәр жандардың жасы ғой аспанға тамып құлаған. Әйнектен өтіп, күн шуақ мені тапқанда, құстардың әні сүйемеледі ақтанға, құстарға маған қошемет қылған жапырақ ауаны тырнап, сарғайып құлап жатқанда. Жапырақтарсыз, құстарсыз қалмай ешұғым, мен қалып қойдым, жұмбақтың таптым шешімін. Ұнатқан үшін кішіреді екен адамдар, ұнаған үшін сұрап үйрендім кешірім. Бір адам алыстан алысқа қарайды, елемей сол жерді маңайды. Қайыңдар еліп су кері ақса да, жанына өзгеше бірдеңе қалайды. Жанымды ауыртса өмірге бір күлем, мен анық көре алмай алыста тұр білем. Мен болсам көздерін ап-анық көремін, ол қарап тұратын дүрбіден. Өзімнен кеткендерден, менің табиғатым ұғуға ойлары жеткен жерден ұзамай алыстадым. Орнын сол жандардың толтыратын ешкіммен таныспадым. Сырымды сатқан менен, мың айып таққан менен, мен жалпы адамдарға, бұралаң қадамдарға қарсылық білдірмедім. Жағалап жақсыларды өмірді күлдірмедім. Мұныма мән береме? Өшім жоқ, күліп келем, ешкімді әлденеге емеспін үгіттеген. Сырымды ұғып келген, жан болса дұшпаныма жығып берген не дейін айналайын. Түнерем, ал ішімнен өлеңмен жайқалайын. Жүрегім ауырсады, арзан мен емдемеуге, шақырып күйіп пісіп мен жаққа кел демеуге. Жетеді парасатым, өзіме жарасатын, өкініп қалғандарға қолымды сермемеуге, жұлқылап тергемеуге жетеді күшім менің. Әзірге осы ғана ішімнен түсінгенім. Өлеңді жетектедім, жүрегімнің айтқанын екекпедім, сезімді сәтсіз түскен сурет үшін арланып кекетпедім. Бойыма жалғанады, болмысым талғағаны, көңілім жұрттан бұрын өзімнен қалмағаны. Сезім, сыр, діттегенмен, жабығып біткенеммен көңілім қалмай жүрау, ештеңе күтпегеннен. Алайды, бірақ, неге екен? Сұрақ, ақыры қуанар еді,
жүрегім жылап сен келші. Бір ыдыстан екі рет тамақ ішпеген дәруіштей қаңғырдым. Ойды кездім бір алпауыт күшпенен, өзімді өзім таң қылдым. Көне тоз, жамау, шәмсі күпісі кигенім, ақ қанат қағып дәруіш биін биледім. Кербездің мысын бастым, жолымда жолыққан ау қызыл гүлдер, ғашықтық келіп тобықтан. Мен бірақ сәттерді іңкәр, көңілдің қошын сақтадым, дүниеге де қошеметке де сатпадым. Оңаша мұң жамылып, басыма кітап жастадым, дос болдым, ешкімге бауыр баспадым. Тіл табысуға керекті менде жоқ ұғым, өзгені ұқпай өзімнен қалды көңілім. Жылы жүректі салқын жүздерге талатқан сәттерде дедім, о жаратқан. Кезіп келемін ашылып ойда еліне бір, зарықтырады ғашықтар, жалықтырады пенде ғұр. Өлеңім болса күн сұрамайтын кәдімгі, тереземдегі теңге гүл. Жалықтырмаймын, зарықтырамын жай ғана, ойларым көрді көміліп қонып айға да. Өлең жазушы, өлең күтуші өзіммін, мен мәжнүн болдым, және де болдым Ләйләда. Пендеден не бір жырақтап, кетейін осы жүрегім жырақ қыраттап. Достарым мейлі айнала берсін жауға да, дәруіш жүрек жалғыз кетеді тауға да. Ұмытқым келіп, өлеңдерімнің әлегін, қалтырап тұрып естідім жүрек әуенін. Махаббат па бұл, сенуге болады, сенбеуге, жауабын тәңір жасырады екен теңдеуге. Шешім амалын бақылап тұрып хақ санар, бір білетінім алғашқы амал жақшалар. Бір білетінім бақыттың жолы алыс ұқ, ашылғанымен жақшалар, таңбалар кетер ауысып, сезімді түгел тауысып. Шимайламай-ақ өмірді, жылытып тұрмыз көңілді, құлпырып тұрмыз, мұндайды ешкім көрмепті. Ойша шешеміз махаббат дейтін өрнекті. Алдағы уақытта шығармашылығыңызда қандай жаңалықтар бар? Жоспарларыңызбен бөліссеңіз. Шығармашылығымды насихаттау жөнінде айтатын болсам, алдағы уақытта Павлодар қаласында барокканың бір таныстырылымы өтеді. Одан кейін алдағы уақытта осы Қарағандыда, кейін Алматыда деп жоспарланып отыр. Ал шығармашылығымның өзіне келетін болсам, қазіргі уақытта драматургияға қалам сілтесем деген ойым бар. Бәрекелді, кітабыңыз қажет болған жағдайда оқырмандар сіздің кітабыңызды қайдан алып оқыса болады? Кітап Каспий KZ дүкенінде бар. Сол жерде барокко болмыс деп енгізсеңіз алуға болады. Бәрекелді Салтанат ханым, сұхбатымыздың соңында Жамбыл жұртына айтар ізгі ниетіңіз болса тыңдауға әзірміз. Жамбыл жұртына Қарағандыдан дұғай сәлем жолдаймын. Ең бастысы денсаулық тілеймін барша қауымға. Ризық несібелеріңіз арта берсін. Салтанат ханым, уақыт бөліп Жамбыл телеарнасына сұхбат беруге келіскеніңіз үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Шығармашылық толағай табыстар тілейміз. Тек биіктерден көріне беріңіз, жолыңыз түсіп Жамбыл жеріне келіп жатсаңыз, әулиелі әулиеата өлкесі сізге бек қуанышты болары хақ. Осымен ақын Салтанат Қайырбекпен болған сұхбат соңына жетті. Қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған тыныш та бейбіт заманда бақытты да бақуатты ғұмыр кешуімізді Раббым нәсіп еткей.